Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2023 жылы жарық көрген «Ұрланған тұлға» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Сағат 7-де оянып, телефонның адам өмірінде маңызды рөл атқаратынын фильмдегі көрсетілген бейнелерден түсінеміз. Суретке түсіп, керек нәрселерге тапсырыс беру, қуанышты кездерді фотоға түсіріп алу деген секілді барлығы дерлік телефон арқылы орындалатынын көреміз. Нами атты қыз бәрін жасап, кешке дейінгі кезі көрсетіліп, соңында өзін қыздармен селфиға түсіреді. Кейін автобуста ұйықтап қалады. Аялдамаға келгенде телефоны сол автобуста қалып кетеді. Оны біреу көтеріп алады. Содан сол көтерген жігіт оны өшірмейді. Қыздың телефоны шырылдайды. Құрбысы хабарласып жатыр екен. Саспаған бала оны алып өзінің телефонына басқа әйелдің дауысымен оны автобустан таптың. Полиция бөлімшесіне апарайын ба деп жауап береді. Намиден сұрайынша кейін хабарласам дегенде бала оның атын дәптерге түртіп қояды. Қыдырып келіп далада ұйықтап қалған Нами үйінде құрбысымен сөйлесіп отырып телефонын таппай іздеуге кіріседі. Ал мына жақта жігіт Намиді интернеттен іздестіре бастайды. Сөйтіп Нами құрбысының телефонымен қоңырау шалып, бала қайта әйелдің дауысын қосып екеуін сөйлестіреді. Телефонды Меджи кафесіне әкеп беруін өтініп, 1 сағаттан кейін барамын дейді. Телефонның құпия сөзін білмек боп шұқылап көреді, бірақ сәйкес келмейді. Өлген мәйітті тапқан полицейлерді көреміз. Олар өлтіруші тағы ештеңе қалдырмады деп әңгімелеседі. Яғни сериялық маньяк өлтірді деп ойлайды. Айналаны тінтіген әріптестері бір құтыға салынған нәжісті тауып келеді. Кейін детектив Джиман таудағы орман ішін аралап, бір алша талына жақындайды. Оның түбінен нәжіс салынған құтының екіншісін табады. Ал ағашта У Джуньон деген жазуы болады. Ол өз баласының аты екен. Содан әріптесі сенің балаң өлтіруші болуы мүмкін десе, баласының 7 жыл алдын үйден кетіп қалғанын, осы уақытқа дейін хабарласпағанын естиміз. Нами Меджи атты әкесінің кафесіне кеп, киімдерін киіп жұмысқа кірісетін кезде оған қоңырау соғылады. Телефонын алған жігіт әйелдің дауысын қосып, телефоныңызды байқаусызда құлатып сындырып алдым дейді. Оны жөндету үшін ақшасын төлеп қойғанын, тек алып кету керек деп оған мекен-жайды айтады. Сол мекен-жайға келсе, ескіріп қалған сауда орталығын көреміз. Көтеріліп, телефон жөндейтін кабинетке жақындап, маскасыз кіруге болмайды дегенді оқып, маска киіп кіреді. Үстелде экраны сынған телефонын көреді. Іштен жігіт маскамен шығып, жөндету үшін Намиге толтыратын қағазды береді. Ақпаратты толтырып кеп, құпия сөз деген жерге амалсыз құпия сөзді жазады. Содан бала телефонды ашып, ішіне камера орнатып, жазылған құпияны енгізіп, камерамен көру үшін бағдарламаны жүктеп, басқа телефонмен байланыстырады. Болғаннан кейін қызға қайтарып береді. Өзінің құрбысымен сөйлескендері жалпы телефонда не істесе, бала бәрін көріп, естіп, бақылап отырады. Кафеде ойын ойнап отқанда бала сол жерге кеп, телефоннан білген нәрселермен қызға алша шырыны бар ма? Былтыр алып едім, ұнап қалды десе, қыз мәзірде жоқ, бірақ сіз үшін жасап берейін деп оған әкесі дайындап қойған шырынды ұсынады. Сөйтіп қыз ойнаған ойынды ойнап отырады. Осылай жігіт қыздың артынан аңдуды бастағанын түсінеміз. Ал детектив баласы анасымен сөйлеседі деп ойлап, баласының қайда екенін білу үшін аурушаң болып қалған әйелінің телефонын байқап, баласымен сөйлескендерін қарап, бірнеше рет көшкен ұлы тағы да көштім дегенді көреді. Джуньон деген әлгі аңдып жүрген бала екен. Ол тамағын ішіп отырып, Намидің істеген әр ісін бақылап отырады. Ұйықтап қалғанда бала оның телефонын түнімен ақтарып, есіктің коды, қандай автобуспен жүретінін, шотында қанша ақша бары, желе өндіретін компанияда жұмыс істейтіні деген секілді керек деректерді жазып алады. Істеп жүрген компаниясы бір жетістікке жетіп, жақсы жұмыс жасаған Намидің айлығын басшысы көтеремін деп қуантады. Телефоны өшірілі болса да, бала оларды бақылай алатынын көреміз. Ал Джуньонның ата-анасы тамақтанып отырып, кеше алша талын көрдім. Оны Джуньон 10 жасар кезінде екеуміз еккен едік. Оны ешкім білмегенін қалаған еді. Яғни тоғай ішінде көрген алша ағашы өздері еккенін түсінеміз. Ол жерде мәйітті жасыруға болады. Сол жерден мәйіт таптым деп анасын таң қалдырады. Джуньонның телефон нөмірі арқылы мекен-жайды білу үшін әріптесіне жіберіп, оны тапқаны жайлы хабар келеді. Намилер жетістікке жеткендері үшін қуанып жатқанда, мына жақта жігіт қыздың үйіне кіріп, бөлмелерін қарап, барлық жерде зерттеп жүргендей болады. Содан әкесінің әріптесі телефон нөмірін тексере келе, ол Джуньонның емес, Йен Мигон атты қызға тиесілі екен. Джуньон 2 жылдан бері телефонсыз жүргенін айтады. Джиман көлікке отырып, жазылған мекен-жайға аттанады. Үйді іздеп, айналасын қарайды. Кейін кілт жасайтынды тоқтатып, полициядан екенін көрсетеді. Есік
төбесіне белгі ретінде жіпті қойғанын байқаймыз. Кеш бата бала қайтып келе жатады, ал әкесі үйіне кіріп видеоға түсіріп жүреді. Есігін ашатын кезде жерде жатқан белгіні байқап, ашпай біреу барын түсініп, жаймен құлағын тосады. Бірнеше телефондарды көреді. Сыртқа шыққан жігіт терезеден қарап әкесін көреді. Кейін бір сөмкені тауып, ішіндегі телефондар мен түрлі қызметкер болып жазылған визиткаларды видеоға түсіреді. Тоңазытқыштағы суретті алып көргенде өлген қыз екенін түсінеді. Осыдан кейін әкесінің күдігі одан ары күшейе түседі. Джуньон көріспегелі біраз болды әке деп хабарлама жазып, артынша әкесінің суретін салып жібереді. Тез терезені ашып, сыртқа шығып оны іздейді, бірақ таппайды. Сол жерде тұрған суретін жіберіп, әкесі ана жақтан түсіріп алды деп бір үйдің үстіне шығады. Ол жерде де болмайды. Кейін нөмірге хабарласып көріп, ол басқа үйдің шатырында шырылдап шығады. Дауысын естіген әкесі солай қарай жүгіріп, барып қараса телефонды қыстырып кетіпті. Жинастырып кеткеніне рахмет деп өзінің үйін шашып, суын ағызып кеткен фотосын тастайды. Келсе барлық жер шашылып жатқанын, кейін мәйітті тапқан жердегі құтылар секілді бірнеше құтыны көреді. Содан жігіт сөмкесін сүйреп, Намидің әкесінің кафесіне кеп, алша шырынына тапсырыс береді. Мәзірде жоқ шырында амал жоқ, ақшасына дайындап береді. Сол арада дискке тапсырыс берген жігіт Намиге кафедемін деп жазады. Екеуі бір-бірін көріп, дискке 30 мың вон берсе, кейін бала бір билетті сатып жатырмын деп ұсынады. Қайта сол 30 мыңға сатады. Қуанған қыз алғысын айтады. Ал жігіт цифрлық шериф деп жазылған визиткасын береді, яғни кибер шабуылға қарсы жұмыс. Соның барлығын байқаған әкесі қызын апарып тастап, әлгі жігіт сені аңдып жүрген секілді, себебі оның екінші рет келгенін байқап, ол біртүрлі ғой, онымен сөйлеспе деп өзінің уайымдайтынын жеткізгенде, қызы сен мені қатты ойлайсың деп ренжігенде түсіп кетеді. Әкесі кеткенде сөмке сүйреген біреудің көлеңкесі көрінеді. Қыз пәтерінде жатқанда есікті біреу тоқылдатады. Шошыған қыз кім ол деп қорғану үшін әкесі берген пышағын шығарып қарап тұрады. Есіктің қолыбы шиқылдап, бұралып ашылып, ішке телефонды кіргізіп, қорқып тұрған қызды суретке түсіріп алады. Сөйтсе ол өз дос қызы екен. Сөмкесін көрген Нами бірдеңе болды ма деп екеуі ауласында отырып әңгімелеседі. Жұмыс бойынша сөйлесуім сәтсіз аяқталды. Анаммен ұрсысып қалдым. Менің баратын жерім жоқ. Сенмен тұра тұрайыншы деп рұқсат сұрайды. Мына жақта Намидің телефонымен бала қыздың әкесіне кешір мені деп хат жазып, телефонымды тағы жоғалтып алсам керек болады деп алдап әлгі аңдайтын бағдарламаны орнатуды сұрайды. Ештеңені сезбеген әке қызы үшін орнатады. Араласатын адамдармен әдейі ұрыстырып қоятынын түсінеміз. Осылай ол Намиді де аңдып, енді араласатын адамдармен ұрыстыру процесіне кіріскенін білеміз. Сөйтіп Намидің әкесін камера арқылы бақылап, сізге сәлемдеме келді деп бір қораптың суретін жібереді. Есік алдына шығып, қорапты көтере алмай жатқанда, мына жақтан Джуньон шығып, оны ұрып құлатады. Ертесіне қыздар ұйқыларынан оянып, бастығынан көптеген қоңыраулар мен хабарламаларды көріп, кешіккенін түсініп, неге оятқыш істемей қалды деп тез жұмысына асығады. Телефонын ашып, ондағы өзінің атынан жазылған жағымсыз жазбаларды көріп таң қалады. Жұмысына жеткенде барлығы оған жаман қарап, Нами мен жазбадым, менің аккаунтымды біреу бұзған десе, оны есіктен итеріп шығарып жібереді. Джуньон ұрыстырған адамдарын сызып отырады. Нами құрбысы екеуі кибер шабуылға байланысты полицияға барады. Сіз жасамағаныңызды дәлелдеңіз деп полициядан түк шықпайтынын түсініп кетіп қалады. Кейін Джуньонға көмек сұрап хабарласады. Джуньон болса әкесінің үйінде отырып, бүгін демаламыз деп әкесінің атынан хат жібереді. Әкесі тірі екенін, оның қол аяқтарын байлап тастағанын көреміз. Оған тиісуші болма деп жатқанда, сен жаман әке емессің. Баласы қашып кеткеннен кейін әкесі онымен сөйлеспей қойған әкені білемін деп өзінің әкесі жайлы айтып отқанын түсінеміз. Сол сияқты жексұрындар үшін осымен айналысып жатырмын дейді. Яғни әкесіне деген реніші барын көреміз. Әкесінің жұмысына кеп, Нами есікті ашып құрбысымен ақылдасып отырады. Әдетте хакерлер ақша бопсалайтын, ал мынау олай жасамады деп түсінбей отырады. Оны табуымыз керек деп отқанда Джуньон компьютерін көтеріп келеді. Оны қосып телефонда аңдуға арналған бағдарлама орнатылған. Камера көз сияқты, ал микрофон құлақ секілді жұмыс істейді деп түсіндіреді. Кім оны орнатуы мүмкін, біліп бере аласың ба деп сұрағанда оңайға түспейді дейді бала. Офиске барып бірдеңе ойластырамын деп телефонды тазалап қойдым, бірақ файлдарды көшірме деп береді. Кететін кезде Намиге мені шығарып саласың ба деп қызды сыртқа шақырады. Бағдарламаны біреу тікелей орнатқан, яғни біреу сенің телефоныңды алып, фотоны жүктеп, сенің атыңнан жазып жіберген. Нами құрбысы жасады деп ойлайды. Бала оларды ұрыстырудың амалын осылай жасайды. Сен жасадың ба деп сұрағанда, таңданған досы не айтып тұрсың дегендей, құрбысы маған сенбей жатсың ба деп көзі жасаурап, енді маған жазушы болма деп кетіп қалады. Сөйтіп тауда тағы 7-ші мәйіт табылады. Джуньонның шеберханасы, яғни телефон жөндейтін жері жайлы білген әріптесі, сол жерге барып көрейік деп картаны қосып жолға шығады. Ғимаратқа кіріп, кабинетіне басып кірсе, ішінің бәрі суға толы және қағаздар шашылып жатады. Ал Нами досының видеосын көріп жылап отырады.
телефонының батареясы отырып ашуланып оны лақтырып жібереді. Сонда сынған телефоннан қарап бірдеңе түсінгендей болады. Ал мына жақта детективтер қағаздарды ақтарып 8 адамның аты жөнін оқып, біреуі тірі деп Намидің атын көреді. Сол уақытта 2 полиция кіріп келеді. Сөйтсе арт жақтарында Нами тұрады. Қыз Джуньон бағдарламаны орнатқанын түсініп полициямен келген екен. Соны іздеп келген полициядан ол не бүлдірді, не істеп қойды деп сұрағанда, оның маньяк екенін айтпай тұрған детективтердің өздеріне ол жаман видеолар түсіріп интернетке салама деп ойлайды. Я деп баланың әкесі алдайды. Қашан оны ұстайсыңдар, ол қашып кетсеші деп ойлап, мен оны үйге шақырамын, ештеңе біліп қоймағандығыма сенсе, онда ол келеді. Егер біз оны ұстамасақ, басқа біреуге ауысады дейді. Сөйтіп балаға ноутбукты де тексеріп берші деп шақырады. Бала жақсы деп басында Намидің құрбысына айтқан сөздерін тыңдап, ол көзәйнегін шешіп, шаш үлгісін өзгертсе жарасар еді дегенде естіп, көзәйнегін шешіп, шаш үлгісін өзгертіп қызға қарай шығады. Ал полицейлер қыз жақта бақылап отырады. Жігіт қыз жаққа жетіп, оған телефон соғады. Әкесі оны артынан таниды. Қыз телефонды алғанда байланыс үзіліп кетеді. Сол кезде телефонмен арт жағынан адам келе жатқанын көріп жүрек етеді. Джуньон деп оны атап тоқтатады. Әкесі тапаншасын кезеп, бері қара дейді. Түрі өзгерген баласын әкесі танымай қалады. Джуньон кім ол деп полицейлердің өздеріне сөйлеп, ол еместігін жеткізгендей болады. Қандай полицейсіздер, бейбіт халыққа қаруды кезейтін деп шабуылдағанда әріптесі одан кешірім сұрап жібереді. Мәйіттерден табылған 1-2 дәлелдемелерден кейін детективтің бастығы оның баласы өлтіруші деп күдіктене бастап оған хабарласады. Уайымдаған бастығы, мен саған жәрдем беремін, қайт дейді. Қыз ескі телефонына сим картасын ауыстырып қосады. Полицейлер қайтатын боп, қыздың басқа баратын жері болмай, оны әкесінің үйіне әкелгенін көреміз. Бірдеңе болса хабарласыңыз деп визиткасын береді. Сонда қыз визитканың артына түртіп, мен сізге жазамын деп айтады. Ештеңе білмейтін қыз үйге кіріп, төсекте жатқанды көріп, әкесі ұйықтап жатыр деп ойлайды. Келіп, орнына жатып, құрбысынан кешірім сұрап жазып жатқанда, Джуньоннан телефоныңды ауыстырдың ба? Мен де ауыстырдым деген хат келеді. Кәдімгі қоңырауға ауыстырыласыз деген хабарлама кеп, келісіп басқанда Намиден қоңырау шығады. Ал үйінен телефонның вибрациясының дауысы ызыңдап естіледі. Жігіт үйде деп қорыққан қыз тез әкесіне жүгіріп келсе, ол орында болмай шығады. Содан детективтің нөмірін теріп жатқанда Джуньон оны өшіріп тастап, қызды суретке түсіреді. Сонда бала Нами әкесі екеуі сөйлескендерінің дауысын шығарып қосып қояды. Қыз қолына бір ағашты алып бөлмеден ақырын шығып, дауыс шығып жатқан жерге жақындаса, жігіт диванның артынан телефонын шығарып, екеуінің видеосын көрсетіп, қызға жымияды. Ал детективтерге жоғалғандарды іздеу бөлімінен хабарласып, Джуньонды таптық дейді. Нами баланың маньяк екенін білмейтін ол әкем қайда деп сұрайды. Оған мойнына пышақта қалып тұрған видеосын көрсетеді. Сонда бала ең алдымен мен ұйықтайын деп жатырмын, ертең жазамын деп детективтерге хабарлама жазғызады. Бөлімдегілер кезінде Джуньонның әкесінен ДНК сынамасын алып қалып, былтыр табылған мәйіттікмен салыстырып, сәйкес келіп, Джуньонның өлгенін жеткізеді. Нами не үшін менімен бұлай істеп жатсың, не істеп ренжітіп қойдым десе, сенің телефоныңды тауып алдым, бұған бір сылтау керек еместігін түсіндіргендей болады. Егер саған келесі тәулікте таныстарыңнан біреу SMS жаса, сені жіберемін, бірақ мұндай ешқашан болмаған дейді. Барлық таныстары мен туыстарын не үшін ұрыстырғанын енді түсінеміз. Әжетханаға баруым керек деп кіріп кетеді. Шошыған қыз көсеуді алып баланың шыққанын күтеді. Есік кішкене ашылып, іштен судың, скотчтың дауысы естіледі. Шықпағаннан кейін қыз ақырын ашылған жерден қарап, ваннада жатқан әкесін көріп, шырылдап ішке кіреді. Қолындағы көсеуді тастатқызып, аяғын скотчпен оратқызады. Қыз амал жоқ әкесі үшін жасайды. Қолдарында байлап тастайды. Сенің әкеңе ешкім жазған жоқ деп ваннаны суға толтыра бастайды. Қыз айқайлап жылап баланы қарғайды. Кейін суды тоқтатып, әкесінің басын судан көтеріп қояды. Қыз жалынып, қалағаныңды жасаймын, тек әкемді жібер деп өтінеді. Ойланған бала скотчты жыртып алып, онда оны өлтір деп аузын жауып, қызды да ваннаға лақтырады. Тыпырлап әкесінің үстінде жатады. Сол көріністен ләззат алған жігіт оны суретке түсіреді. Суретті фонға қойып, диванда отырып, детектив берген визитканы алып, қыз жазғанды оқиды. Ешқандай SMS, тек қоңыраулар деп жазған екен. SMS жібермеймін деген қыздан хат жазып берген көрген детективтер маньяк сонда келді деп түсінеді. Жігіт бірден терезеге қарайды. Ол жақта полицей жақындап келе жатады. Айналып кеп терезеден жаймен кіріп, қаруын дайындайды. Артынан бала шығады. Көсеуді алып шығып, ұрмақ болғанда Джиман басына қаруды кезеп темірді тастатқызады. Бала детективке қарап, әке дегенде оны ұрып құлатып, соққының астына алады. Ол кезде Намилардың соңғы демдері шығып жатқанда оларды құтқарып қалады. Джуньон тірі, ол қайда десе, бала мен Джуньонмын, сен мені осындайға айналдырған, мені ұруды доғар деп бетін ұстағанда детектив сеніп, жібей бастайды. Сонда бала жымиып, сен сеніп қалдың дейді. Сөйте баласының сөздерін қайталап сендірген екен. Детектив
Стив ашуланып оны ұра кетеді. Нами зорға өзіне келеді. Ал әкесіне жүрек массажын жасап, оның есін жидыра алмай жатады. Баланы ұрып, Джунион қайда дегенде жігіт өз сөмкесіне қарайды. Содан сөмкені ақтарып, ішінде жазылған ақпаратты оқып, Джунион туралы зерттеп жазылғанға көз салады. Әкесі полицей, тәкаппар, өзімшіл, күшті, анасының ауруына баласын кінәлайды деп өзі жайлы жазылғанды оқиды. Баласының не үшін қашып кеткенін түсінеміз. Джунионды маньяк деп ойласын деп, оның нәжістерін пайдалану жайлы жазылған. Соны оқыған әке баласының телефонын тауып қосып, фондағы суға батып жатқан суретін көріп, өзегі өртенеді. Балаға қаруды кезеп өлтірмекші болады. Ал жігіт кешірім сұрап, барлық кінәні мойныма аламын деп жатқанын Нами естиді. Пайдаланбайтын тапаншаңды алып таста деп, оның өлтіре алмайтынын біледі. Сонда қыз ашуланғандай боп, қолындағы скотчты пышақпен кесіп, қасында полицейдің қаруы жатады. Қыз орнынан тұрып, оларға жақындап, полицейдің қаруымен атып салады. Баланың кеудесінен қан ағады. Джиман қолынан қаруды алып, не істедің дегендей қарап тұрғанда, артынан Нами деген әкесінің дауысы шығады. Әкесіне жақындап, оның аман қалғанын көріп қуанады. Баланың тірі екенін көреміз. Сөйтіп полиция қаптап, оларды алып кетеді. Кейін Намидің телефонына ренжіген құрбысы кездесейік деп хат жазады. Содан барлығы телефонға үңіліп, болған жағдайды оқиды. Кафе жайлы естіген адамдар чатта кафені таптым деп бөлісіп, қыздың суретін жіберуін сұрайды. Ол жерде әкесі, құрбысы үшеуінің сөйлесіп жатқанын көреміз. Нами бірдеңе сезгендей камераға қарап, фильм аяқталады. Осылай телефон қазіргі таңда адамның ең ауыр дерті дегенді айтқысы келіп, және сол телефон арқылы кез келген адам алаяқтың немесе маньяктың құрбанына айналуымыз мүмкін дегенді алға тартқандай. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.